керемет екі краскамыз бар. Аммиактив химикаты. Біз қоңыр түсетін алдық. Қазір енді бұл вообще иісі сасымайды. Қараңыздар. Ішінде қараңыздар. Міне. О, күшті. Қарағылар. Мынандай осындай бальзаммен и краскасы. Өзінің мына жерде қазір біз қолға екпа, перчаткасы, құлаққа киетін, басқа киетін бәрі. Комплект пе? Комплектісі дайын. Өте күшті. Енді біріншіден қазір көрсетемін сіздерге мына жерде. Мына жерге қазір екеуінде мына біреуі краскасы, мына жағымен беттестім. Осы бальзамы. Екеуін бірдей қылып салып аламыз. Мен өзім неше шаш красы білеген адам едім. Көрейін енді. Міне жартысын саламыз қазір. Екі рет боясаңыз жетеді. Жартысын саламыз. Бальзамын салып, қазір краскасын салып, араластырып боямыз. Қараңыздар, разницасы үлкен ғой. Вообще иісі жоқ. Иісі жоқ екен. Жоқ, қатты иісі сасып кетеді ғой ана краска. А бальзам не үшін шашты жұмсарта ма? Өзінің қосатын қоспасы ғой бұл екеуі. Осылай жұмыс жасайды. Кейін түбінен жақсаң да болады. Екі рет бояп тастаймыз. Екі ретте жеткіземіз. Енді қараңыз. Мынау күшті. Вообще иісі жоқ, байқап жатсың ба? Иісі жоқ, әдемі краскамыз деген қиямет иісі үйдің бәрін алып кететін еді ғой. Еді ондай жоқ. Мына аммиак жоқ. Зиянсыз, химикатсыз. Біздің шампундармен жуған кейін біздің краскілермен краскілесеңіздер шаштарыңыз түспейді. Айтпесем, біздің шампундармен жуып жүріп, Гринифтің шампунымен, қайтадан базардың шампун краскасымен краскілесеңдер шаштарыңыз түсе береді. Әдемі болды. Бетке жағып маска алсақ қалды. Кремге ма? Вообще иісі жоқ, байқап отырсың ба? Иісі жоқ, иә. Енді иісті передавать ете алмаймыз енді экраннан. Жоқ, шынымен жоқ. Вообще жоқ, білінбейді. Күшті краска. Енді бұны қазір жағамыз.